ағайын Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының оқу әдістемелік кабинетімен ұйымдастырып отырған Алтауаштың ақиық ақыны, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы, теңдессіз таланттың иесі Мағжан атамыздың 130 жылдық мерейтойына арналған челленджді одан әрі жалғай түссін деген ниетпен Жамбыл облысының барша ұстаздарына жолдаймын. Жүрегіме жақын жанды сағындым, жібек мінез, ақық жарды сағындым, айрыларда күн шығыстан ағарып, ақ жібектей шапақтаңды сағындым. Не көрсем де алаш үшін көргенім, маған атақ ұлтым үшін өлгенім. Мен өлсем де алаш өлмес, көркейер, істей берсін қолдарынан келгенін. Қалың елім, қалың қара ағашым, қайратым ол, айбынды ер алашым. Өз ақ қуар, сырың берме, сабыр қыл, ақымақтар байқамаған шамасын. Қазағымды, қалың елді сағындым, сарыарқамды, сайран жерді сағындым, баудай бұлақ мөлдіргіміз көбікті, арқадағы айдың көлді сағындым. Қуанышта әй сеніме дегендер, күйініште мен үшін уайым жегендер. Құтылу қиын, басқан ізім аңдуы, тізіп қойып ертеңді кеш түгендер. Тәңір ие, өзің алшы панаңа. Тас бауыр бар зарға құлақ салама, баласынан тұтқын болып сарғайған, кім жеткізер сәлемімді анама. Абақтыда айды күнді жаңылдым, сарғайдым ғой, сар даламды сағындым, қарашығым, құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланамды сағындым.